Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы суды үнемдейік. Тема сегодняшнего урока – давайте экономим воду. Бүгінгі сабақта болымсыздық мағына білдіретін сөздерді табуды, судың пайдасы туралы айтуды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала, повтори новые слова. Жануарлар – животные, өсімдік – растение, аса – очень, өмір – жизнь, үнемдеу – экономить. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Первое упражнение. Послушай, ответь на вопрос. Тамшыдан теңіз құралар. Сусыз кім өмір сүре алар? Ағызып қоймай бекерге, үнемде суды балалар. Алтыншыш Жақиянова. Енді сұрақ. Сусыз кім өмір сүре алар деген сұраққа қалай жауап берер едің? Кто может жить без воды? Как бы ты ответил на этот вопрос? Әрине, барлығына да су керек. Конечно, всем нужна вода. Животным, растениям, людям. Сол себепті де суды үнемдеу керек. Поэтому нужно экономить воду. Екінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Су табиғаттың байлығы. Вода – это богатство природы. Су адамға аса қажет. Вода очень необходима человеку. Өсімдіктер мен жануарларға да су керек. Растениям и животным также нужна вода. Сусыз өмір жоқ. Без воды нет жизни. Жерде өзен, көл, теңіз өте көп. На земле много рек, озер и морей. Бірақ судың бәрі ішуге жарамайды. Но не всякая вода пригодна для питья. Енді сұрақ. Вопрос. Судың қандай пайдасы бар? Какая есть польза воды? Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, бірнеше сөйлемдер құрап айт. Третье упражнение. Посмотри на рисунки. Составь несколько предложений. Су тіршілік көзі. Вода – источник жизни. В первом рисунке что делает ребенок? Правильно, пьет воду. На казахском языке бала су ішеді. Жануарлар, во второй рисунок, животные что делают? Правильно, тоже пьют воду. Жануарлар су ішеді. В третьем рисунке мы что видим? Правильно, спортсмен плавает в воде. Спортшы суда жүзеді. Есіңе сақта, запомни. Суды лайлама, не загрязняй воду. Суға түкірме, не плюй воду. Ағашты сындырма, не ломай дерево. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Четвертое упражнение. Напиши нужное слово вместо точек. Керекті сөздер. Суға, су, судан, судың. Суға – это воду, су – вода, судан – из воды, судың – чего? Воды. Күнде не ішу керек? Каждый день что нужно пить? Воду. Как будет вода? Су. Күнде су ішу керек. Пайдасы көп. Много пользы. Чего? Правильно, судың. Судың пайдасы көп. Кактус төзімді. Кактус неге төзімді? Суға төзімді.
Адам ағзасы тұрады. Неден тұрады? Организм человека состоит из чего? Значит, судан тұрады, из воды. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.